Қымбатты жерлестер, қазақстандықтар, барлықтарыңызды алғыс айту күніне арналған жалпы республикалық челленджіне қатысуға шақырамыз. Алғыс айту күні қиын қыстау жылдары қазақ халқының көрсеткен қамқорлығы мен мейірімділігінің ұмытылмайтынын білдіреді. Қазақ халқы бұрын соңды болмаған соғыс, ашаршылық секілді азапты күндерді көрді. Соған қарамастан, тілі басқа, діні бөлек, басына қара бұлт үйірілген қаншама этносқа пана бола білді. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі этнос өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Тағдыр тәлкегіне түсіп, жан сауғалап келіп, қазақ жерінен пана тапқан өзге этностар қазақ халқына шексіз риза. Өйткені олар дархан даламыздан жылу, пана тапты. Бүгінде біздің ұрпақтарымыз Қазақстанды өз отаны деп санайды. Алғыс айту күні ортақ тарихымызға көрсетілген құрметтің бүкіл қазақстандықтардың өз шаңырағына айналған киелі қазақ жеріне деген ризашылықтың белгісі. Қымбатты достар, баршаңызды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасыға құт береке, елімізге тыныштық тілеймін. Бұл челленджін мен Майя Бекбаева, Вакил Набиев және Владимир Чепелге жолдаймын.